деген? Денелерге мысалдар. Дегенimiz ne? Күш дегенimiz адам Son qanday turib oladi? Kuch nechega bo'linadi? магнит. Aytmaymiz, ары қарай аттарын айта o'zim. Bir misalga 20-40 javob berген сайын қоршап отырасыңдар. Қаламыңды ал да. Бұл жерде біздің сабағымыздағы ең маңызды мақсатымыз біз түрлі денелердің әртүрлі жылдамдықпен жүретіндігін анықтаймыз. Және бұл жылдамдықты сипаттау барысында жылдам және баяу деген сөздерді қосу керекпіз. Математиканы сабақ осы бүкіл тақырыпта ең үлкен саннан кем болады. 100. Я. Бұда қанша болады? 100. Келесі. Қай сан шығады? 50 шығады екен. Сосын. Қандай сан шығады? 40. Келесі. 30. Кез келген нысанның көлік жануарлар, аңдар, жәндіктер болсын, олардың әрқайсысының өзінің баяу немесе жылдам жүретін түрлері болады. Енді әлемдік рекордқа енген мына ұлу деген танимыз ба ұлуды? Бұл бала 1 минутта 6 сантиметр жүреді. 6 сантиметр. Ал кәдімгі жабайы ара 1 секундтың өзінде қанатын 160 рет қағады екен. Бұл ең ғылыммен дәлелденген рекордтар кітабына енген. Енді қарап отырсақ, мынау не? Қарап отырсаңыз, үшеуі де өте баяу жүреді. Көрініп тұр ма бала? Мен мына жерде ұшаққа назар аударайықшы. Ұшақ қандай жылдамдықпен? Ұшақ 1 сағатта 1000 километрге шейін ұшады екен. Егер біз осы жерден Алматыға ұшатын болсақ, мына ұшақпен 2 сағатта жетеді екенбіз. Көліктермен 2 күнде барады екенбіз. Ал енді мына велосипедпен немесе кемемен баратын болсақ, өте баяу ұзақ жүреді екенбіз. Қайсымен жүрген ыңғайлы? Ұшақпен немесе түсіндіріп айтып кеткендей, мына міне 3 кірпі тасбақа осыларды рет-ретімен маған реттік сандармен көрсетіп отыр. Біреуі жылдам, баяу рет-ретімен кеме деген сияқты сендер сәйкестен білесіңдер. Жаяу адам енді велосипед кемеге қарағанда аз жүре ме, көп жүре ме? Қазір осыны естисіңдер маған. Бүгінгі тапсырмаға сәйкес сөздерді мен бүгін көп айттым, көп қолдандым. Тез сол сөздерді тауып, кілеммен мынаны жабыстырамыз. Ішінде керек емес сөздер орта кім келеді? Өйткені ол тасбақа. Сосын тасбақа ол өте баяу жүреді. Ол ең қатты ұзақ жүреді. Ең баяу жүреді. Кім шықты? Ол ең жылдам жүретіні? Кірпі. Жақсы, өзіңе бір... Жылдам. Иә. Самал баяу. Ұшақ? Өте жылдам. Ұшақ өте жылдам дейміз ба? Ұшақ жылдамырақ жүреді. Көлікті жабыстыр деді. Қандай сөздер жабыстырыңдар? Жеңіл болса ол қатты жүреді. Жақсы, естідім. Ал жылдам болса ол тезірек жүріп. Тезірек жүріп. 1 сағатта жүріп тұр. Ең ұзақ үлкен нені жылдамдықты зымыранға берген сосын. Ал мына ұшақ 5 километр ғана жүріп. Иә, сағатына, келесі. Велосипед келе жатқан адам 10 километр. Дұрыс, келесі. Шаңғышы. Ал шаңғышы ол деген 11-ді көрсетіп тұрсыңдар. Күшті жеңіл деген бүгінгі тақырыпта біздің сабағымызға сәйкес. Қайықта? Жай деп айтамыз ба біз? Баяу жүреді. Мынау жылдам, баяу. Қай сөзді қолданасың мыналарда? Енді заманауи деген жылдам жүреді. Баяу. Жақсы.
секундына жауап береді, қанаттарын айтпай келеді. Енді біз өзіміздің классымыздан бір рекорд жасайық. Мен саған көп оққаның мына жерге келіп тұра ғой. Саған көп рахмет. Осылай енді келесі аптада бала ержаннан да көп оқуға ынталанып оқиық. Келесі Қайсарет бізде рекорд жасап жүрген осы алдыңғы. Келесі Төреғали саған енді не деп айтамыз? Әлі кішкене аздау оқып қалды. Тұра ғой. Не істейміз? Үшеуі баланы істеп құттықтайық, иә? Оқығандарына рахмет. Қазір мен сұрақ қоям. Жақындап тұрыңдар, жақындап қолдан ұстаймыз. Сағатпен. Жақсы, Мұхаммад. Өзіңе қазір бір балды қосып аласың. Келесі. Ұзындық өлшемін, неме өлшеміз ұзындықты? Ұзындықты. Так, қателесті, жоқ, иә. Тек қана Мұхаммад тапты. Бұл не? Ұзындық өлшейтін. Келесі. Тігіншілер қолданатын құрал. Жақсы, алдына жарайсың. Келесі. Енді сендер дене шынықтыру сабағында бәрін жүрсіңдер ғой. Ағайларың қандай құралды қолданады? Жақсы. Бұның аты не? Кейде ыстығымыз көтеріп ауырып қалуымыз мүмкін. Ыстығымыз көтеріп, яғни осының мынамен өлшеміз ыстықты, иә, Рахила дұрыс. Енді ал ауырлықты, масса, салмақ. Жақсы. Так. Дене шынықтыруға өте үлесін қосып, спортшы болай жүрген Ахметке бірінші орын береді. Екінші енді қатар келді Азиман деген. Жаңа оқушы кел. Аржан сен шыққан? Азиман кел. Үшінші қыз бала кім? Кел орнына кел. Үшінші орын. Дене шынықтыру сабағында әлі жүрген. Бала тұтап қояйық, орындарын құтты болсын. Гуглды қостыңдар ма? Иә. Қостыңдар ма? Кімде жоқ осындай? Мен осы жерде аттарын жаза қойыңдар. Төреғали міне жақсы жауап берген мына төрт сұраққа. Атадан жаңбыр азайды. Бұл күнге сергіп алатын едік, жақсы. Сабақтан сонымен не ұғындық бүгінгі сабақтан? Не түсіндік? Шынамдық қандай нысандардың? Несі? Топ-топ есебай ашасаңшы, бәрін бармай түсінген, түсінбеген. Кімнің түсінген, түсінбеген? Қолдарына қағаздар. Қайсынан қоясың? Қасына жабыстырамыз, қасына. Айналды. Сигнамдан анықтайтын нысандардың қандай құрал? Иә, дайындалып.